барысында біз қандай мақсатқа жетеміз? Яғни, бірінші мақсатымыз әдеби шығарманың тақырып пен идеясын анықтау. Ал екінші көркем шығармадағы кейіпкерлер портрет пен іс-әрекеті арқылы образын ашу. Жалпы балалар, бүгін ең бірінші аш сабақты бастамай тұрып, тапсырма орындайды, иә балалар? Алтын күндерді анықтап білу үшін сіздерге тапсырма береді. Бәріміз тақтаға қарасақ. Әнеки бірінші топтан қарасақ, Ерлан, ал Яшық қандаймыз? Үшінші Яшық. Сұрақ оқимыз? Зыртың ойдағы нағыз әже денесі қандай? Азат оны ақ Топтан кім жауап береді? Кім көмектесіп жібереді? басына таңатын болады ғой? Кимешек киіп отырған сыпайы әдемі ұйышық тігіп отырған әжені елестетеді. Екінші Яшық таңдаса, бірінші топтан тағы бір Яшық таңдаймыз. Кім таңдайды? Қалды? Қай Яшық таңдайды? Бірінші Яшық. Бірінші Яшық. Азаттың әжесі қандай еді? Азаттың әжесі ол күнде ешқақпен алдында ол әжесі, яғни немересінде күнделікті ертегісін оқып беретін және ол немересіне бүкіл нәрсені үйретті және немересіне күнделікті сол адамның әжесіне яғни әр адамға қамқор болды, сыпайы болу керек. Екінші топтан Яшық таңдаймыз, Санжар? Екінші Яшық. әкесі қыздарына нағыз әжені көрсетуге неліктен армандады? Себебі әже дегеніміз ол өзінің қыздарын, немерелерін әрдайым бағалап, тәрбиелеп жүреді. Ұйықтар алдында көбінесе әже ертегі айтады. Әже өте мейірімді де, ақылды да, көзқарасы жұмсақ. Жақсы болды. Ал Яшық таңдасақ, екінші топтан? Бесінші Яшық. шығарма сіздерге қандай әсер қалдырды? Шығарма оған жақсы әсер қалдырды өйткені біз әжемізді сыйлап және өзінің жанұямызды тәрбие алып және құрметтеп Келесі, үшінші топтан Яшық таңдаймыз. Алдияр, Яшық таңдасақ? Алты. Аяғын қазіргі әжелерге көзқарасы қандай? Қазіргі әжелер кимешек кимейді. Қазіргі әжелер нүкімен, пышақпен, тарелкамен тамақ пішеді. Біз оларды бабушка деп айтамыз. Үшінші топтан тағы біреуіміз Яшық таңдаймыз. Шығармада қандай мәселе көтерілген? Ол мәселе біздің ойымызда орын алады ма? Шығармада әжесі қыздарына әже тауқымды армандады. Ол әже қыздарына ертегі айтып бағып жақсы өсіргенін қалады. Жақсы отыра ғой. Өте керемет жауап алды. Келесі тапсырмаға көшсек балалар, бұл екінші тапсырма, яғни бұл топпен жұмыс болып есептелінеді. Сіздерге, яғни
әңгімесін оқып, сол берілген сұрақтарға топпен постер қорғайсыңдар. Сендерге мен бұның дескрипторы әңгімеде негізгі ақпараттарды анықтайсыңдар, сонымен қатар әңгіме бойынша сұрақтарға жауап берулері керек, сонымен қатар өзара ынтымақтастықта топпен жұмыс істеулері қажет. Дұрыс, тақтаға қарасақ, мен балалар сендерге бірінші топқа Азаттың портреті мен іс-әрекет арқылы образын ашыңыз деген сұрақ бердім. Екінші топқа Райханың портреті арқылы іс-әрекеттің образын ашамыз. Ал үшінші топ Аяның портреті мен іс-әрекет арқылы образын ашамыз. Жалпы балалар сендерге постер берілген, бұл жерде сендер кейіпкер образын, сонымен қатар сыртқы бейнесі, сөзі, пікірі, іс-әрекеті, көңіл күйі, мінезі жайлы айтуларың қажет. Қайнеге іске кірсек, тапсырмаға 5 минут уақыт беріледі, 3 ұпай. Балалар 2 минут уақыттары қалды. Болған топ белгі беремісі? Rayhan'ın portreti meni eserlikte arqalı obrazın aşımız. Жақсы. O әдемі, әдемі. Әжелік мен соң ертеген соңсы көңілі тұстар. Басқалар ертегі білмейтін айтты. Көңілді. Құрсақ. Бірінші топтан. Азаттың портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашыңыз. Жақсы. Кейіпкер образы. Азат мейірімді, кішіпейіл, сабырлы адам. Себебі қыздарына тәлім тәжірибе беру үшін өз нағыз әжесі туралы айтып берді. Сыртқы бейнесі. Азат жағымды кейіпкер болды. Сөзі білері, ол қыздарына ертегі айтты. Себебі ол өз әжесінен алған білімді қыздарына берді. Әкесі қыздарына нағыз әже сыйлағысы келді. Көңіл күйі. Ол әрқашан көңілді жүрді. Мінезі ол Азаттың мінезі ол сыпайы болған. Жақсы, өте кеші. Тамаша болды. Жақсы. Екінші топ. Өте керемет. Бірінші топ қойып. Портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашыңыз. Кейіпкер образы жағымды кейіпкер. Сыртқы бейнесі. Райхан жатқалды білмейді, еркелейді. Сөзі пішірі. Үлкен кісіні тізесіне жарасты. Menzil suyuqda жұмсақ. Осында жақсы отырды. Үш топтың топташлары есіндегі бағалауларға беріп, өздері осы топта қатысып отырған оқушыларға әрбір тапсырмаға қатысқан үшін ұпай қойып отырасыздар. Белгілі. Санжар. Алдияр. Үшінші тапсырмаға көшейік. Қайнеге. Үшінші тапсырмада. Үшінші тапсырма қоқыс формуласы арқылы жұмыс істейміз балалар. Сендерге бұл жерде шығарманың идеясын анықтайсыздар. Нұрталин Ақшұлы табыс әже қайда шығармасындағы идеяны анықтайсыздар. Үлгі міне мынандай. Бір сөйлем, яғни менің ойымша шығарма
Біріншісінде бұл себебі мен оны қалай түсіндіремін. Яғни сол жаңағы идеяларымды қалай түсіндіресіздер. Оны екі сөйлем арқылы баяндайсыңдар. Ал үшіншісінде оны мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Яғни өздерің нақты дәлелдей келтіріп, үш сөйлем жазасыңдар. Соңғысында қорытынды бөлімде 4 сөйлем жазулары керек. Яғни ол жерде сол жазған жаңағы ойларымды қорытындылап, әдемі қорытынды шығарулары керек. Уақыт кетті. Бұған 2 ұпай қойылады, балалар. Бұның дескрипторы шығарманы мақсатқа сай, идеясын толықтай анықтаулары керек. Сонымен қатар жеке жұмыста кәдімгі белсенділік танытулары қажет. Қайнеке балалар, уақыт кетті, 4 минут уақыт беремін, 2 ұпай қойылады. Сары ормандай самсаған, әке болып жүргенімде ұмытып, әлі күнге еркелеймін мен саған. Асыр салған аңғардай, қозыңдаймын ойнақтаған албардай, өзің бардай қысылмаймын күлуге, жылауға да қысылмаймын сен барда. Өзің барда жылауға да қысылмаймын сен барда. Мен өзіңнен қабылдаппын сүюді, мен өзіңнен қабылдаппын күйюді. Сенің жаның жүрегіме ораулы, менің жаным жаулығыңа күйеулі. Сенің жаның жүрегіме ораулы, менің жаным жаулығыңа күйеулі. Менің жаным жаулығыңа.
Üçüncü kitap kınday береке, уақыт қалмай. Қанекей арқаға. Әжесі қызын қарғып жүрген. Ауылға кездескен дейді. Ал қыз болса, әжесінің естеліне ән іздеп шыққан әндетті. Қызы ол мен ұзақ болса да бір уақытта кетеді. Ол енді өз отбасын құрып әже болады. Кейбір кезде әжесіне келеді. Әжесі мәңгі естелікте. Әжеміз жанымызда болса, күлуге де жолға да ұялмаймыз. Ауырып қалсақ, әжеміз бірден алыстап емдейді. Отбасы құрсақ та еркелеп жүре береміз. Әжемізді сыйлап. Менің әжем бізге маған барлығын істейді. Ал мен өз әжемді көмектеуім керек. Әже бізге тамақ істейді, ойыншықтар береді, бізге барлығын істейді. Қалғандықтар екінші топтар Санжар. Өзі мейірімді де ақылды да адам. Ешкімге ешқашан ұрыспайды. Әженің өңі де қолы да көзқарасы да жұмсақ. Әже ылғи шаруа істеп күйбен дейді де жүреді. Тіпті ештеме істемеген күннің өзінде ұшып еріп отырады. Әже біздің асылдамыз, біз оны сыйлап сүю керекпіз. Ол бар кезде жауапты есе сақтап сыйлау керекпіз. Әже тәрбиенің бастауылғы өнеге көрсетер асыл жандар. Қазақ отбасындағы әже орны ерекше әрі қадірлі. Жанұяда бала тәрбиеуде ерекше орын алатын мейірімді әжелеріміз болады. Батыр қандай? Менің ойымша әже ең жақсы ақкөңіл кісі. Әже жақсы тәрбие береді. Әже үйдегі әдемі жан. Әже ауырып қалсам емдейді. Мен әжемді қатты жақсы көремін. Ілияс қандай? Әже бізді әрқашанда қолдайды. Әже бізге көп затты үйрете алады. Ал біз әжені құрметтеуіміз керек. Өйткені ол нағыз әже ол саған тәрбие береді. Бірақ тәрбие ғана емес, саған көмектеседі, сені бағады. Нағыз әже саған көп заттар үйретеді. Әженің Келесі балалар, өткен сабағымыздың соңына келіп қалдық. Бұл яғни білім бөлу әдісі арқылы сабағымызды бағалайық. Жалпы егер сабақты өте жақсы түсінген болсаңдар, өте жақсы түсіндім, мен үшін сабақ өте қызықты болды деп стикерге жазып, мұны бірінші бізге алып келіп жабыстырасыңдар. Ал екіншіден, мен сабақты жақсы түсіндім, яғни сабақты орташа түсінсеңдер, стикерді сары бөлге алып келіп жабыстырамыз. Ал үшіншіден, бұл тақырып бойынша мүлде еш нәрсе түсінбесеңдер, үшінші бөлге алып келеміз. Жақсы ма балалар? Стикерге жазамыз сабақты түсіндім. үлкен кісі. Әже бізге қызықты ертегілер, әңгімелер айтып бере алады. Біз ауырсақ та әже бізді бар күшімен емдейді. Әже бізге тәрбие береді. Әже ең жақсы адам. Әжелеріміз бізді өсіреді, үйретеді және көмектеседі. Көмектесетін адам. Әжесіз бізге ертең ешкім айтпайтын еді. Ауырып қалсақ, әжеміз бізге әрқашан көмектеседі. Біз әжені әрқашан сыйлауымыз керек. Бұл өлеңде әже туралы айтылған. Әжеміз әр уақытта уайымдайды. Осы әнде әжемізді қадірлеуіміз керек.
Мен өз әжемді қатты жақсы көремін. Әже деген кім? Әже деген әр уақытта көмектесіп, білмейтін нәрселерімізді үйретеді. Мен өз әжемді сыйлаймын. Жақсы, өте керемет. Ева? Асыл әже ешқашан далада жалғыз қалдырмайды. Бәрін үйретеді. Жайдан жай оны ренжітуге болмайды. Қауіптен құтқарады. Көп уақыт жоғалып кетсе алаңдайды. Қызы әженің Келесі балалар, өскен сабағымыздың соңына келіп қалдық. Бұл яғни білім бөлу әдісі арқылы сабағымызды бағалайық. Жалпы, егер сабақты өте жақсы түсінген болсаңдар, өте жақсы түсіндім, мен үшін сабақ өте қызықты болды деп стикерге жазып, мына бірінші гүлге алып келіп жабыстырасыңдар. Ал екіншіден, мен сабақты жақсы түсіндім, яғни сабақты орташа түсінсеңдер, стикерді сары гүлге алып келіп жабыстырамыз. Ал үшіншіден, бұл тақырып бойынша мүлде еш нәрсе түсінбесе егер, үшінші гүлге алып келеміз. Жақсы ма балалар? Стикерге жазамыз, сабақты түсіндірміз. Үйге әже туралы өлең жаттап келеміз барлықтарымыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Барлықтарыңа сабаққа қатысқандарыңа рахмет. Сау болыңдар.